Бүгін біздің каналда кезек тақырыбымыз қалай 2026 жылы инвестиция бастаймыз. Мен өзім инвестиция бастайтын болсам, не істейтін едім, осы нәрсемен бөлісетін болам. Бұл видео өзім жолымды, қателіктерді, ақшаның қандай таптары бар, соның барлығын бөлісем. Шынымен де практикалық советтер болады. Сол себепті осының бәрін видеоны көріп, конспект жазып, өз өміріңізге енгізсеңіз, мен өте қуанышты боламын. Негізгі инвестиция бастаудағы көп адамның ең үлкен қорқынышы ол ақшаны жоғалтып алу. Неге? Өйткені көп адамның ойынша инвестиция бұл бізде казино. Неге? Өйткені көптеген блогерлар мысалы криптовалютаны айтады, биткоинді айтады, немесе басқа да әртүрлі инвестиция жолдарын айтады. Көп адам уже ақша жоғалтқан, көп адам пирамида құрып қалған, көп адам тез байып кетемін деп ақшасын шынымен де полностью нөлге дейін апарған болатын. Сол себепті мен айтқым келетіні, бұл жол ондай нәрсе емес. Сіз тез байып кетпейсіз, бірақ та дұрыс жолыңызды бастай аласыз. Осы видеоны көріп арқылы шынымен де мен сізге нақты қандай қадамдарды жасау керек, соны сіз үйренесіз. Негізі айтқан кезде ақшаның өзінің 4 негізгі этапы болады. Осы этапты бұзған адам, ол скорее всего ақшасын жоғалтады и қатты қиналады. Неге? Өйткені ақшаның өзінің этаптарын сақтау керек, и бұл кәдімгі заң болғаннан кейін ол заңды сақтаған адам ғана, заңмен жүрген адам ғана бай бола алады. Ақшаның бірінші этапы ол бізде ақшаны табу. Мысалы, егер де сіз ешқандай табысыңыз болмаса, және сіз белгілі бір өзіңізде бар сумамен 100 мың 200 мың теңге инвестиция бастап кетіп, одан кейін бірден көп ақша тауып кетемін десеңіз, сіз скорее всего қадаласыз. Неге? Өйткені мысалы көптеген трейдингте адамдар айтады, $100 $200 бастап кетесің, жақсы ақша табасың, күшті табысқа шығасың деп, бірақ та ол нәрсемен мен мүлдем келіспеймін. Себебі сіздің өзіңіздің основной табыс көзіңіз болмаса, сіз белгілі бір инвестициямен, тек қана инвестициямен айналысамын десеңіз, бұл сіздің өміріңізде үлкен қателікке алып келеді. Сол себепті сіз өзіңізге ұнайтын, өзіңіз жақсы білетін, яғни мысалы найм болуы мүмкін, немесе кәсіп болуы мүмкін, немесе фриланс болуы мүмкін, сіздің негізгі табыс көзіңіз болу керек. Осы табыс көзіңіз болмаған жағдайда сіз инвестицияға кіріп кетіп, уже болды ақшаның бәрін салып тастаймын десеңіз, сіз үлкен қателік жасайсыз. Сол себепті ол нәрсені мүлдем ойламаңыз. Наоборот, сіз қалай мен ақша таба аламын, қалай мен табыс көзімді жоғары деңгейге шығара аламын, хотя бы айына сол 1-2 миллион теңге табу үшін не істеу керекпін деген сұрақтарды өзіңізге қойсаңыз, скорее всего сіздің өміріңізде көп нәрсе реттеледі. Екінші нәрсе, ақшаны табудан кейін ақшаны жарату этапы. Ақшаны жарату этапы неге маңызды? То есть жарату деген қалайынан, то есть ақшаны сіз кәдімгідей аласыз, белгілі бір жаққа қоясыз. Мысалы, сізге уже табыс әкеліп тұрған өзіңіздің салаңыз бар. Мысалы, сіз графический дизайнер болуыңыз мүмкін. И сіз белгілі бір табыс тауып, сіз оны инвестиция 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион құйып тастасаңыз, ол бір жылдан кейін енді 20%-ға өсуі мүмкін. И сізге белгілі бір кішкене ғана, яғни өсім алып келеді. Ал ол өсім қатты маңызды емес, себебі сіздің басты өсіміңіз қай жақта болады? Ол сіздің тікелей жұмыс жасап ақша табуыңыздан болады. Сол себепті екінші этап ақша жарату деген ол не? Ол сіздің өзіңіздің профессионалды сфераңызға ақша құю. Мысалы, сіз жақсы ноутбук сатып алыңыз, жақсы белгілі бір личный бренд жүргізіңіз, жақсы, то есть өзіңізге ақша алып келген жақ, ақша келіп тұрған жақта, оны дальше қазып, сол жаққа көбірек ақша салып, өзіңіздің кәсібіңізге инвестиция жасау керексіз. Одан бөлек өзіңізге инвестиция жасаңыз болады, шетелге шықсаңыз болады. То есть бір сөзбен айтқанда, ақшаны от души жаратып, өзіңіздің деңгейіңізді көтеретін белгілі бір этапта болуыңыз қажет. Енді осы екі этаптан өткеннен кейін табысымыз уже 4-5 миллион теңгеге жеткеннен кейін бізде келесі этап уже ақшаны сақтау болады. То есть біз ақшаны уже құюымыз мүмкін, бірақ та оны құйғаннан кейін бізде особо үлкен өзгеріс болмайды. Себебі біз уже жақсы техникамыз бар, жақсы личный брендіміз бар, жақсы состояниеміз бар, жақсы өмір сүру комфортымыз бар, бірақ та барлық жағынан бір сөзбен ойлап қарасақ, одан дальше комфорт көтеру арқылы сіздің табысыңыз өспейтін болатын болса, вот осы кезде уже біз тек қана ақшаны жай ғана жинап бастаймыз. Неге ақшаны жинау этапы болу керек? Өйткені ақшаны сақтау этапы, жинау этапы сізде болмаса, сіз инвестицияға қадам баса алмайсыз. Себебі сіз инвестицияға қадам басып, соңғы ақшаңызды бәрін салып тастасаңыз, сіздің өміріңізде әрдайым сіз күтпеген нәрсе болады. Мысалы, сіз ауырып қалуыңыз мүмкін, жақындарыңызға ақша керек болып қалуы мүмкін, белгілі бір жағдай болады, когда сіздің ақшаңызға басқа біреу қол сұғатын. Яғни осы нәрсе болмас үшін сіз өміріңізге не істеу керексіз? Белгілі бір сақтау қорын енгізу керексіз. Ол сақтау қоры примерно айтқан кезде 6-9 айға сіздің ай сайынғы расходтарыңыз жиналып тұрған, просто жатқан бір ақша болу керек. Мысалы, айына миллион теңге құртсаңыз, сіздің 6 миллион теңге ақшаңыз жай ғана жиналып шотыңызда жататын болса, осы деңгей уже ақшаны сақтай алу деңгейіне жатады. Вот осы 3 деңгейден өткеннен кейін сіздің өміріңізде ақшаның 4-ші этапы басталады. Ақшаның 4-ші этапы ол бізде ақшаны көбейту. Ақшаны көбейту дегенне уже сізде ақша жай ғана жатпайды, уже жатқан ақшаңызды көбейтіп бастайсыз. Бірақ та көбейткеннің өзінде сіз бірден байып кетемін, бірден күшті деңгейге шығамын, бірден көп ақша табамын, капиталымды 2 есе, 3 есе өсіріп тастаймын деген нәрсе емес. Сіз асықпай жылына сол 10, 20, 30% ғана табыс табасыз, бірақ та өз ақшаңызды еңбектермен жинаған ақшаны жоғалта алмайтындай белгілі бір мышлениемен ақырындап инвестиция жасап бастайсыз. Сол себепті осы 4 этапты түсінгеннен кейін сіз өзіңіздің қазір қай конкретно этапта екеніңізді білу керексіз.
мысалы бірінші ақша табу этапындасыз ба, давайте ақшаны көбірек табайық. Ол үшін сіз не істейсіз? Менің каналымда осы сату, маркетинг, личный бренд бойынша сабақтар бар, соны көрсеңіз болады. Екінші этаптасыз ба, ақшаны құрту, бұйырса тағы да бізде выпуск шығады, яғни ең бірінші ақшамызды қайда құртуға стоит, сол нәрсемен тоже түсіндіретін боламын. Үшінші этап, егер де сіз сақтау этапындасыз ба, онда сіз уже көптеген кітаптар оқып, өзіңіздің мышлениеңізбен жұмыс жасау керексіз. Себебі егер де сіздің мышлениеңіз дайын емес болса, сіз көп ақшаны өз өміріңізде сақтай алмайсыз. И төртіншіде уже сіз инвестиция этапында болсаңыз, сақталған ақшаңыз болатын болса, ол кезде уже сіз және менің каналымда осындай видеолар көру арқылы сіз белгілі бір инвестиция қадамыңызды бастау керексіз. Ал кеттік. Егер де бізде уже этаптар дайын болса, уже сіз инвестиция жасауға дайын болатын болсаңыз, сіз ең бірінші не істеу керексіз? Ол мақсат қою. Егер де сізде мақсат болмаса, скорее всего сіз инвестицияны прям жасай да алмайсыз, ешқандай оның пайдасы да болмайды. Себебі сіз оны 1-2 ай жасайсыз, тиіп қашып жасайсыз, одан кейін ақшаңыздың бәрі минусқа кеткеннен кейін одан шығып кетесіз, шығып кеткеннен кейін ой, инвестиция деген жұмыс жасамайды екен деп ойлап бастайтын боласыз. Бұл жағдайда ең бірінші мақсат қалай болу керек? Сізде нақты материально ақшаға сатып алатын белгілі бір мақсат болу керек. Ол деген қалай? Мысалы, жақсы көлік алу, жақсы жер алу, жақсы үй салу, жақсы квартира сатып алу, немесе ол жаққа ақша жинап барып, одан кейін белгілі бір жаққа инвестиция жасау деген сияқты өзіңізде мақсат болатын болса, сол кезде ғана сізде ақша жиналып бастайды. Ол үшін сіз не істейсіз? Күнделікті өз мақсаттарыңызды жазып, ол мақсаттарыңызға қанша ақша керек екенін жазғаннан кейін сіздің өміріңізде шынымен де осы инвестицияның белгілі бір яғни мақсаты, белгілі бір қызығы, белгілі бір амбициясы пайда болады. Одан кейін сіз ақшаңызды белгілі бір қызықпен, азартпен жинап бастайсыз. И сол себепті осы кезде мақсат қойғаннан кейін сіздің өміріңізде шынымен де өзгеріс пайда болады. Одан кейін келесі этап, ол бізде мақсат қойғаннан кейін, ол бізде стратегия деп аталады. Стратегия деген қалайдан, то есть сіздің акцияларыңыз, сіздің инвестицияңыз қай жақта жатады. Яғни ол кезде сізде өте қарапайым, яғни өзіңіздің риск деңгейіңізге байланысты қанша ақша жоғалтуға дайынсыз, немесе қанша ақша табуға дайынсыз, осы нәрсені белгілі бір деңгейде өзіңізге шынайы айтып жинау керек. Мысалы, менің ойымша, алғашқы 10 миллион теңге ақша жинағанға дейін, сіз примерно айтқан кезде өз акцияңыздың 50%-ын ETF-тарда ұстасаңыз болады, қалған 50%-ын әртүрлі басқа компанияның акцияларында ұстасаңыз болады. Ал одан кейін сіз акцияның мөлшерін көтерсеңіз болады, 70-80%-ға дейін, ал 20%-ын ETF, алтын, күміс деген сияқты белгілі бір активтерде ұстасаңыз болады. Сол себепті айтқым келетіні, әр адамда әртүрлі стратегия болып табылады. Сол себепті осы стратегияны өзіңізге сәйкес келетін рисктерге байланысты білу керек. Ал оны білу үшін сізге не істеуге болады? Как минимум, яғни белгілі бір менен консультация жазылсаңыз болады. Сол консультацияда сіздің қаржылық жағдайыңызға байланысты, сіздің характеріңізге байланысты, психологияңызға байланысты мен сізге портфель жасап беремін. Сол портфель жасағаннан кейін сізде шынымен де уже спокойно өз табысыңызды жинап, белгілі бір үлкен капиталға жете аласыз. Сол себепті айтқым келетіні, стратегия деген нәрсе өте маңызды. Ақшаның қанша бөлігін қай жақта ұстаймын, құлап кетсе не істеймін, өсіп жатса қай кезде сатамын, қандай акция сатып алу керек, қалай акциялар таңдаймыз, осының барлығын білген кезде ғана сіздің өміріңізде шынымен де өзгеріс болады, и жасап жатқан ісіңізге сенімділік болады. Сол себепті консультация жазылу үшін төмендегі номерға жазсаңыз болады. Осы номер арқылы мен сізді консультация қабылдаймын. Консультацияның құны $200 болады, яғни 100 000 теңге. Яғни осы фиксированный бағамен сізбен бүкіл сұрақтарыңызға жауап беріп, нақты стратегия құрып, и алдағы уақытта план құратын боламыз. Ал енді алғашқы ақшаларды қайда құйса болады? Егер де сіз енді бастап жатқан, мысалы, айына 100 000 теңге, 200 000 теңге, $500 салатын болсаңыз, сізге ең басты мақсат ол ақшаның барлығын көбейту емес, оны жоғалтып алмау. Ал ақшаны жоғалтып алмау үшін сіз қай жаққа құю керексіз? Көбінесе ол бізде ETF. ETF деген не? Ол сізде, мысалы, сіз тек қана бір компанияның акциясын сатып алмайсыз, сіз уже үлкен, мысалы, 500 компанияның акциясын бірден сатып аласыз. И осы арқылы сіз өзіңіздің рискіңізді төмендетесіз. Себебі сіз именно бір компанияның акциясы құлап кетсе, содан сіздің капиталыңыз азайып қалмайды. Просто сізде уже белгілі бір сумма жиналып бастайды. И сол себепті ETF алу өте пайдалы. Мысалы, спус деген ETF бар, мен бәріне осыны кеңес беремін. Себебі бұл халал 231 компаниядан тұратын белгілі бір ETF. Осы 231 компанияның акциясын бірден сатып алу арқылы сіз өзіңіздің рискіңізді төмендетесіз. И жылына примерно айтқан кезде 10-20% табыс табасыз. Бірақ та бұл жақтағы мақсат табыс табу емес, ол ақшаны біріншіден сақтау, екіншіден инфляциядан ұтылмау. Осы екі мақсатты орындағаннан кейін, уже сізде белгілі бір 5 миллион, 3 миллион, 10 миллион сумма жиналғаннан кейін сіз уже отдельный акцияларды сатып алып бастасаңыз болады. Ол деген қалайдан, мысалы, отдельный Nvidia акциясы болуы мүмкін, немесе там белгілі бір Google, Amazon, белгілі бір Avgo деген, мысалы, Broadcom деген компания бар, яғни әртүрлі сондай мықты компаниялар бар. Енді солардың барлығын зерттеп сатып алуға болады, и сол кезде сіздің уже табысыңыз кішкене көбейеді. Ал оған дейін, мысалы, белгілі бір сумма жиналғанға дейін сіздің мақсатыңыз мүлдем ақша табу болмау керек. Сіздің мақсатыңыз тек қана ақша жинау керек. Ал ақша жинаудың ең жақсы жолы ол біріншіден алтында, екіншіден ол белгілі бір недвижимость жинасаңыз болады, немесе үшіншіден ол уже белгілі
белгілі бір ETF-қалар. Яғни осы қарапайым әдеттерді жасау арқылы сіз 2026 жылы инвестицияны өте жеңіл жолмен бастай аласыз, и осы арқылы өз өміріңізге 100%, 150% өзгеріс енгізесіз. Неге? Өйткені осы өзгерістен кейін сіздің миыңыз уже вообще басқалай ойлайтын болады. Себебі біз ақшаны құрту емес, ақшаны жинауды, болашақты ойлауды, көбірек суммаға жете алатыныңызды, осының барлығына көзіңіз жетеді, и шынымен де өміріңізге үлкен өзгеріс пайда болады. Сол себепті осы видео егер де сізге пайдалы болған болса, обязательно каналға тіркеліп алыңыз, өзіңіздің достарыңызға жіберіп қойыңыз. Тағы да қандай тақырыптар қызық, сол бойынша толықтай комментарийға жаза кетіңіз. Мен бәрін оқимын, бәрімен танысамын. Сол себепті қош сау болыңыздар. Осы видеоның соңына дейін көрген жеріңізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта тағы да кездескенше.